Қайырлы күн, қазақ елі. Менде бір сұрақ болып тұр, мазамды қашырды 3 күннен бері. Әлі күтем, сол сұрақтың жауабы табылатын шығар деп әлі күтем. Бүгін міне 3-ші күн болды ма? Сол сұрақтың жауабын таппай, жаным жай таппай жатыр. Құрметті қазақ елінің азаматтары, сіздердің президенттеріңіз Қасым-Жомарт Кемелұлы тірі ма? Кешегі ұшақ апатына бүкіл әлем көңіл айтып, бүкіл әлем халқы талқыға салып, бүкіл әлем сараптама жасауға кірісіп кетті. Сол ұшақ апатына нағылса, бізде 6 қазағымыздан айырылып, қабырғамыз қайысып отқан жоқ па? Қайда? Тоқаев. Сол кісі тірі ма? Мына Қаржаубайдың отбасын әлем естігенде Тоқаев естімей қалды. Жарайды, оны да естігісі келмей отқан шығар дедік. Енді мынау әлемді дүркіретіп атқан бірнеше мемлекеттің азаматтары азаматтық ұшақ апатқа ұшырап жатқан кезде Тоқаев неге көңіл айтпай отыр? Мен таңғалып отырмын. Бір емес, апталдай 6 азаматымыздан айырылып отырмыз. Осы Тоқаевтың үй жағына барып көресіңдер ау. Сол жоғау. Жоқ. Егер тірі адам болса, осы уақытқа шейін тіршілігін жасар еді. Мына осы күнде еліміздегі тіршілікті тоқтатып қойған секілді Тоқаев. Или өзінің тіршілігі тоқтады, ол кісіні біреу аяқ қолын байлап қамап отыр ма? Мен түсінбей жатырмын. Мен сұрағыма жауап керек. Мазамды қашырды. Өзі біз егесі бар еліміз ба? Аңғал-саңғалы шықты ғой осы күнде. Бір сөзімізді сөйлейтін, немесе бір сабырлық тоқтау айтатын, жоқтау айтатын басшымыз бар ма, жоқ па өзі? Нақса жаңа жылда бәрің Тоқаевтың үйіне барып мерекеде құттықтап қайтасыңдар ау. Іздеу саласындар ау. Президентімізге қиындау болып тұр жағдай. Жоқ іздеуге кірісетін секілдіміз жаңа жылда. Құрметті қазақ елі. Жоқ қой, мынау қайда өзі? Президентіміз қайда? Неге үн қатпай отыр? Телеграммен хат жазып, Әзербайжан елінің басшысына көңіл білдіріпті. Қазақ еліне ше? Бізде апталдай 6 қазағымыздан айырылып отқан жоқпыз ба? Түсінбедім мен. Хотя бы ертең 31 күні жырпың етіп, қолына рюмкасын алып шыға келетін шығар, қазақтарды жаңа жылмен құттықтап. Бізге рюмкаменен жаңа жылдың құттықтағаны керек жоқ. Бізге қасақана қылмыстың құрбаны болып жатқан әрбір қазақтың өлімінің әділ шешімі шығу керек. Қасым-Жомарт Кемелұлы. Так что 31 күні, қаңтар күні жаңа жылды тойлап берудің қажеті жоқ.